Саламатсыздар ма достар, бүгін сіздермен чебуреки дайындаймыз. Қамырымыз үшін ұн, тұз, май және қайнаған су керек болады. Дайын болған қамырымыздың бетіні пищевой пленкамен жауып, қоспасын дайындағанша демалуға алып қоямыз. Қоспасы үшін 2-3 пияз керек болады. Пиязды осылай турап, мен осылай қуырып аламын. Сонда пиязым да етім де піспей қалады деп уайымдамаймын. Пиязды қуырғанда суы шығып, қоспамыз өте сулы, әдемі дәмді болып шығады. Фаршымызды көп қуырмаймыз, 4-5 минут шала қуырған жеткілікті. Қоспамыз дайын, суытуға алып қоямыз. Қамырды үлкендігі жаңғақтай зуаларға бөліп шығамыз. Қамырымызды жаямыз, қалған зуалардың бетіні жауып қоямыз, қаязып қалмауы үшін. Жайған қамырымызға қоспамызды салып, шетін жақсылап бекітеміз. Сосын вилкамен осылай жасап шығамыз. Түйіп алған чебурекилерімізді орташа отта қызыл әдемі түске кіргенше қуырып аламыз. Дәмді, тез дайын болатын чебурекилерді менің рецептіммен де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.